Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын арнады. Әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам реформасының нақты 5 қадамына бағдарына тоқталды. Бірінші бағдар – жаңа экономикалық саясат. Екінші бағдар – нақты секторды дамыту. Үшінші бағдар – ел болашағына арналған стратегиялық инвестиция. Төртінші бағдар – мемлекеттік басқару ісін қайта жаңғырту. Бесінші бағдар – заң және тәртіп. Орта білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып жан-жақты даму үшін қолайлы жағдай жасауы тиіс деп атап айтты. Жаһандық ғылыми-техникалық даму барысын ескерсек, жоғарғы сыныптарда жаратылыстану, математика пәндерін және ағылшын тілін оқытуды барынша күшейту маңызды екенін нақтылады. Әділетті Қазақстанды құру ісінде мұғалімдердің рөлі айрықша екені сөзсіз. Мемлекетімізде соңғы жылдар ұстаз мамандығының абыройы беделін арттыру үшін көп жұмыс жасалды. Дегенмен бұл бағытта әлі де біршама өзгерістер жасау қажет екенін атап айтты. Қоғамда қазақ және орыс тілін мектепте оқыту мәселесі бойынша пікір талас болып жатыр. Нақты айтайын, біз қазақ тілінде де, орыс тілінде жақсы білетін балаларды тәрбиелеуіміз қажет. Себебі бұл ұрпақтың мүддесі үшін керек. Оқу-ағарту министрлігі популистердің жетегінде кетпей, балалардың мүддесін қорғауға тиіс. Білімді және бірнеше тілді меңгерген ұрпақ болашаққа сеніммен қадам басады. Біздің күшіміз жастардың білімінде, деп атап айтты мемлекет басшысы. Президент жолдауындағы сандарға назар аударыңыздар. Ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін өседі. Әйелдердің зейнет жасы 2028 жылға дейін 61 жас болады. Бала күтімі үшін төлемдер 1,5 жасқа дейін ұзартылады. Ұлттық қордағы қаржының 50% 18 жасқа дейінгі балалардың есеп шотына аударылады. Білім алушыға оқу ақысын төлеуге 2-3% несие беріледі. 2023 жылы 100 мың жас жаңа жұмыспен қамтылады. Кәсіпкер жастарға 2,5% шағын несие беріледі. Шетелден келген көлікті заңдастыру құны 200-250 мың теңгеден аспайды. Шетел кәсіпкерлері 10 жылға виза рәсімдей алады. 2025 жылға дейін жолдардың 95% жақсартылады. Самұрық қазына қоры пайдасының 7%-ын Қазақстан халқына қорына аударады. Президент мандатының ұзақтығы 7 жылдық бір мезірмен шектеледі деп атап көрсетті. Құрметті қазақстандықтар, мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауын қолдауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.